Алғашқы жұмысым екінші курсымда қасымда қыздарға ілесіп, банкетке официант болып шыққан кезінде, бір екі рет шыққаннан кейін ағам ұрсып шығармаған. Бір тұтатын тұлғаға көп адам анам, например, бауыржан, момашұлы деп айтып жатады, но шыны керек, шынайы айту керек қой. Мысалға маған Айока Пош деген көп қыздар білетін шығар, бьюти-блогер. Вот соны көрсем, прям мотивациям оянып, былайша айтқанда бір тұтамын. Бос уақытында мен өзімді қинап, әртүрлі курстар оқимын, кітап оқимын и ағылшын сөз үйретемін. Мен үшін маңызды ол еш уақытымды бос өткізбей, каждый минутымды бағалап, болашақта маған керек нәрселермен қазірден бастап соны үйрену. Үш сөзбен ол Алматы ең бірінші арпалыс өмір болып жататын қала, екінші жастар қаласы, үшінші дамитын қала. Бала толқынға хат ол 11-ші сыныптан кейін өзің қалаған мамандығын қалайда түс, ешкімді тыңдама, и инстаграмды дамыт деп айтар едім. Қазақ, орыс, ағылшын и араб тілін үйреніп жүрмін. Ол ең бірінші Құдай қаласа Мекке, Дубай, Египет, Турция. Жауапкершілігі мол, пысық және ешқандай кедергіге қарамай алдағы мақсаттарына жете білетін қыз. Тез бош, уақытым жоқ, тезеч. Мен үйрендім осы Алматыға келгелі деп айтайын, жақын адамдарыммен алыста жүру және ақша табу шығар. Есімім көл теңіз бетіндегі шайқалыс, әдемі көріністі бейнелейтін бейне. Қорғанышым шығар, жоқ ондай әсем деймін. Имандылық. Кішкентай кезінен бастап айтады, тісіңіз неге аппақ деп. И қазір көп қойылатын ол шашыңызға қандай басқа қолданасыз деген сұрақтар қойылады. Шексіз айнаға қарап тұра аламын. Жақындарымнан айырылудан. AirPods и парк ашар. Жатақханада болған, осы соңғы көп негізі менімен жүрген кездің барлығы қызық, былайша айтқанда. Осы соңғы болған ол жатақханада қыздар түсетін неге, ұлдар да қыздар да түсіп жүрді, өз уақытымен. Но ешкім ескерткен жоқ. Ұйқылы ояу келіп, қыздардың душына кіріп қалсам, ұлдар шомылып жатыр. Өзім танитын бала тұрды. Киіммен сөйтіп айналып, соған 3 күн күлгенім. Ол бірінші курсымда, хоть тараздың қызы болсам да, мен августта келгеннен декабрда бірақ қайтқам. Сол кезде 4 айдан кейін мамамды көргендегі кездесу, айтып жеткізілмеймін сол кездесу. Жалғыздықта отырып, блокнот, дәптерлерге өзімнің алға қойған мақсат, армандарымды жазды, сол көңілімді көтереді. Ой, мен не істемейді бәрін істедім. Қазір отдел продажа жұмыс жасаймын. Сөйтіп сату ғой біздің мақсатымызшы, и бір клиентпен сөйлесіп жатырмын, Бағдат деген кісімен, и әңгімені жіберіп жатырмын, ойым бәрі сатып алса екен, и Бағдат ханым деп қоям, сөйтсем мен Бағдат ханым емес, Бағдат мырзамын деп жазып, сол кезде жаңа айналғам. Балалықтан естелік, 2 әпкем бар, бір күні пакетке киімдерін салып, үйден шығарып жіберсе бола ма, сені дедомнан асырап алғанбыз деп. Сол кез көз алдым. Жағымсыз әдет ол барлық қыздарда бар шығар, қандай ішімнен көңіл күйім түсіп, настроением болмаған кезде жылайтын фильмді көрем, бірақ фильмға емес, өзім ішімдегі бәрін шығарып аламын, сол жағымсыз әдет шығар. Басты жетістік ол анама қолымнан келгенше көмектесіп сыйлықтар беру деп ойлаймын. Егер бұл мамандыққа түспеген, мен 100% Жүргеновқа түсер едім. Отбасы ол қандай қателік жіберсең де кешіре білетін, қандай да қиын жағдайда